Башқұртстанда қайтыс болған иесін бір аптадан бері күтіп жүрген адал ит көпшілікті тәнті етті. Бұл иттің қожайыны 24 қарашада Уфа өзенін велосипедпен кесіп өтпек болған. Алайда ер адам мұздан құлап, суға батып кеткен. Құтқарушылар мәйітті тоқтаусыз іздеп жатыр. Әзірге суға батқан адамның велосипеді ғана табылды. Ал оның Белка есімді адал иті бір апта өтсе де иесін күтіп жүр. Марқұмның туыстары итті үйіне апармақ болған, бірақ ол қожайынның күтіп алдынан шығар жолға қайтып келген. Қазіргі қоғамда адам адамды бағаламай жүргенде, жануарлардың өзі мейірім махаббатты сезініп, адалдық танытуда. Көпшілікке үлгі боларлық жағдай екен. Достар, қысқаша ақпараттарымыз ұнап жатса арнаға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Ал біз жұлдыздардың өмірінен бөлек осындай қызықты жайттарды баяндап отыратын боламыз. Келесі кездескенше аман сау болайық және жақындарымызды тірі кезінде бағалайық.